Сәлеметсіздер ме? Бүгін сіздермен етті пирог, мясной пирог жасаймыз. Осындай үй температурасында тұрған айранға дрожжи и тұз қосамыз. Бір жұмыртқамызды салып жақсылап араластырамыз. Ұн мен сары майымызды қосып, жақсылап қамыр иірлеп аламыз. Міне дайын болған қамырымызды 15-20 минутқа тындырып демалдырып қоямыз. Енді салмасына кірісеміз. Менде 300 грамм ет, 1 бас пияз, 2 тал картоп. Дәміне қарай бұрыш пен тұз қосамыз. Қамырымыз демалды. Енді осыны 2 бөлікке бөлеміз, үлкен және кішкентай бөліктерге. Үлкен бөлігін алып, жайып аламыз. Салмасын саламыз. Жаңағы екінші бөлік қамырымызды үстінен жауып, түйіп шығамыз, жан-жағынан осылай. Фантазияларыңызға қарай әртүрлі қылып түйсеңіздер болады. Міне түйіп болдық, енді жұмыртқаны жағамыз. Шанышқының көмегімен әр жермен тесіп шығамыз. Пирогымызды қызып тұрған пеште 200 градуста 35-40 минутқа қоямыз. Міне дайын болды біздің пирогымыз. Жасап көріңіздер, ас болсын.